Облыс экономикасының маңызды саласы ауыл шаруашылығында өнім көлемі 1 триллион теңгеден асып, облысымыз республикада көш бастады. Жыл басынан бері салаға 88,5 миллиард теңге инвестиция тартылды. Егістік әртараптандыру нәтижесінде көкөніс бақша өнімдерінен рекордық 3,3 миллион тонна жиналып отыр. Нарықты отандық өнімдермен қамтамасыз ету мақсатында биыл 25 жобаны іске асыру көзделсе, жыл басынан бері нақты 22-сі іске қосылды. Салада жаңа технологиялар кеңінен қолдануда, қарқынды бау көлемі 5405 гектарға жеткізілді. Нәтижесінде өнімділік 5 есеге артып, 350 центнерге дейін өнім жиналуда. Су үнемдеу технологиясы 31788 гектарға бір алқаптан жылына 2-3 өнім алу жобасы ендіріліп, суды 2 есе үнемдеуге мүмкіндік беріп отыр. Жылыжайлардың жалпы көлемі 1640 гектарға жетіп, 140 мың тонна өнім жиналды. Бұған қоса 100 гектардан аграймақ құрып, 500 гектарға жаңа жылыжай салуды жоспарлап отырмыз.